Көктемнің алғашқы мерекесі қарсаңында мұнайшы аруларға құрмет көрсетілді. Аспанға жазар едім есіміңді. Осындай атаумен мұнайшы жастар концерт ұйымдастырды. Шараға Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы, Ақтау қаласындағы өкілдігінің департамент директоры Аманғали Нұрдәулетов, Маңғыстаумұнайгаз акционерлік қоғамының бас директоры Мұрат Мұстафаев пен бірінші орынбасары Сю Шиго қатысты. Басшылық құрам аталмыш компанияда ерлермен иық тірестіре еңбек етіп жүрген нәзік жандыларды 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтады. Үлкен үлес қосып келатсыздар. Суыққа қарамай, ыстыққа қарамай, ер жігіттермен бірге жұмыс жасап келатсыздар. Осы келетін ардақты аналарымыз отыр. Қазір зейнетте болса да арамызға қосылып, осы концерт тамашалауға келіп отыр. Тілейтінім сіздерге шаңырақтарыңызда әрқашанда береке болсын, денсаулықтарыңыз зор, жүректеріңізде тек жылулық, бақыт пен махаббат болсын. Мерекелеріңіз құтты болсын. Маңғыстаумұнайгаз акционерлік қоғамында 600-ден аса қыз-келіншек еңбек етеді. Солардың бірі Қалампыр Жолдыбаева. Ол мұнайды дайындау және тасымалдау цехында 32 жылдан бері оператор қызметін атқарады. Міндеті қара алтынды өңдеу, тазарту. Мереке қарсаңында марапатқа ие болды. Біздердің жұмысымыз мұнайды тазартып, өңдеп, тасымалдап тапсыру. Осы Маңғыстаумұнайгаз ұжымына, Маңғыстаумұнайгаз басшыларына, осы мейрамға бізді сый-сияпатпен құрметтеп жатқандарына алғысым шексіз. Мұнайымыз көп болсын деймін. Еліміз аман, тыныш болсын деймін. Осы көктем мейрамымен барлық халықты құттықтаймын. 8 наурызына халықаралық әйелдер күнімен нәзік жандарды мейрамымен құттықтаймын. Күрделі құрылыс департаментінің қызметкері Алтынай Ахметова 33 жылдан бері еңбек етеді. Жұмыстың қыр-сырын терең меңгерген маманның еңбегі елеусіз қалмады. Құрмет қошеметке бөленді. Мереке іс-шаралары өте керемет. Біз өте риза болып шықтырмыз. Енді айтатыным, ардақты аналар, аяулы қыздар, мұнайшы аруларға бүгінгі мерекелері құтты болсын, еңбектері жемісті болсын. Дендері сау, отбасылары аман болсын. Салтанатты шараға бұрын мұнай саласында жұмыс жасаған ардагерлер де қатысты. Марапаттың жалғасы дарын мемлекеттік сыйлығының иегері Қыдырәлі Болманов және Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қарақат Әбілдинаның концертіне ұласты. Елімізге белгілі өнер майталмандары ән мен жырдан шашу шашты. Жасұлан Мұхан, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.